Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін шүкіршілік техникасын үйренетін боламыз. Ең алдымен каналымызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Шүкіршілік техникасы арқылы сіз Аллахтың сізге берген нығметтерін, ризық несібесін көре бастайсыз, және де дәл қазіргі өміріңізді қабылдап, бар өміріңізбен бақытты болуды үйренесіз. Шүкіршілік техникасы миды тынықтырып, ойыңызды жаман негативті ойлардан сақтайды және тек қана жақсы ойлармен өмір сүруді үйретеді. Дайынсыз ба? Дайын болсаңыз бірге бастайық. Мүмкіндігіңіз болатын болса, дәптер қалам алып жазғаныңыз дұрыс. Ал егер мүмкіндігіңіз жоқ болса, менімен бірге қайталаңыз. Я Раббым, мені адам етіп жаратқаныңа, сенің құлың болғаныма, тірі етіп жаратқаныңа сансыз шүкір. Таңда ұмытпай оятып, тағы да бір мүмкіндік бергеніне шүкір. Қарнымды тоқ еткенің үшін, ризық несібемді күннен күнге арттырып, берекесін кіргізгенің үшін өзіңе сансыз шүкір етем. Мына әлсіз құлыңның қолынан келмейтін ісін, мәселесін шешіп бергенің үшін өзіңе сансыз шүкір етем. Дұғаларымды хайырлы түрде қабыл етіп жатқаныңа Аллахым өзіңе сансыз шүкір етем. Менің дамуыма жағдай жасап, ашып жатырған жаңа мүмкіндіктерің үшін өзіңе сансыз шүкір. Отбасыма, бауырларыма, жолдасыма, ол қызымның, достарымның, жақын туыстарымның барына шүкір. Мені жақсы көретініңе, шексіз махаббат беретініңе, және әркез әр қиындықта қасымнан табылатыныңа сансыз шүкір. Я Раббым, сен маған қаншама нығмет бердің. Сен мені әркез бақытқа бөледің. Мен қаншама қателік күнә жасасам да, сен маған мейірім етуіңді тоқтатпадың. Кейде пенделікке салынып, сенің маған берген нығметтеріңе шүкірсіз болдым. Бірақ сен мені сүюіңді, маған махаббат беруіңді, мені қолдауыңды ешқашан тоқтатпадың. Мен қаншама күпірлік жасап қойсам да, сен мені сабырмен күттің. Неше рет маған мүмкіндік бердің. Неше рет мені жамандықтардан қорғап қалдың. Сен мені махаббатпен жараттың. Жақсы көріп жараттың, жоқтан бар еттің. Бірақ кейде қателікпен, білімсіздікпен мен сенің маған берген махаббатыңды көрмей қалдым. Сол үшін өзіңнен кешірім сұраймын. Күпірлік еткенім үшін, тәубе етпегенім үшін өзіңнен кешірім сұраймын. Өмірімдегі барлық жақсылық үшін өзіңе шүкір етемін. Осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болған болса, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.